Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен күнделікті өмірде адамның тырнағына қарап, диагноз қойып, ауру белгілерін анықтау туралы айтамыз. Сонымен қатар, адамның тырнағы адамның ішкі ағзасымен қандай байланысы бар екендігі және дені сау адамның тырнағы қандай болу керек деген сияқты көптеген сұрақтарға жауап береміз. Сол үшін видеоны соңына дейін көруді ұсынамыз. Сонымен қатар, менің видеомды 93,9% адам каналға жазылмай көреді екен. Егер сіз видеоны көріп отырсаңыз, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, еңбекті бағалап, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздің бұл аз ғана әрекетіңіз мені ерекше шабыттандырады. Видеоны жақындарыңызбен бөлісіп, комментарийде өз ойыңызды қалдырсаңыз болады. Дені сау тырнақ қатты, беті тегіс, ақшыл қызғылт түсті, бетінде ешбір дақтар жоқ, сәл жылтырап тұрады. Сары түсті тырнақ. Сары түс ағзада билирубин, жоғарылап бауыр, өт ауруын, сонымен қатар эндокринді және лимфа жүйесінің патологиясын тудырады. Тырнақ сарғыштануының басты себебі темекі шегу. Кейде тырнақ ұшындағы саңырауқұлақтардың көбеюі, қалқанша безі ауруы, диабет, тыныс алу ауруларынан хабар береді. Темекі шегу тыныс алу ауруларына шалдықтыратындықтан, тырнақтың сарғыш тартуына ең бірінші темекі шегу кінәлі деп санаймыз. Көкшіл тырнақ. Тырнақтың көкшіл түсті болуы ағзаға оттегі жетіспеуінің белгісі. Гемоглобиннің төмен деңгейін немесе нашар қан айналымын көрсетеді. Бұл тыныс алудың нашарлығынан да және жүрек қан тамырларының жұмысының бұзылуынан да болуы мүмкін. Тырнақтың көкшілдігі байқалса, дәрігерге қаралыңыз. Томпиған тырнақтар. Томпиған тырнақтар өте қатерлі аурулардың белгісі. Олар өкпе ауруы туберкулезден бастап ракке дейін, жүрек және қан тамырларына, яғни жүрек кемістігі, эндокардит, асқазан ішек жолдарының қабынуы және бауырдың қатерлі ауруларында байқалады. Шамадан тыс сынғыштық. Егер тырнақ сынғыш болса, адам ағзасында А, Е және С витамині, сонымен қатар темір мен мырыштың, биотиннің жетіспейтіндігін көрсетеді. Кейде мұндай жағдай қалқанша безінің ауруы мен қант диабетінің әсерінен болуы мүмкін. Тырнақ құрылымының ақ аймағының болмауы. Тырнақтың бұл ақ аймағы тырнақ құрылымының негізі болып табылады. Ең дұрысында ол тырнақтың 1/5 бөлігін алып тұруы қажет. Тырнақтың ақ аймағы бала кезде 3-4 жаста пайда болады және барлық тырнақта болуы қажет. Қытайдың дәстүрлі медицинасы бойынша тырнақтың ақ аймағы ол адамның бойында ци энергиясы мен ресурстарының көрінісі деп есептеледі. Қытай дәрігерлері тырнақтың ақ аймағының жоқ болуы өмірлік ресурстарыңыз бен энергияңыздың жоқ дегенді білдіреді дейді. Тырнақтың ақ аймағының үлкен болуы ол адамның осы кезде денсаулығының жақсы екендігін білдіреді. Ал мүлдем болмауы ол қанның қою болуының және ағзада В12 дәруменінің жетіспеуінің белгісі. Қара қоңыз нүктелердің болуы ағзада С дәруменінің жетіспеушілігінің белгісі. Емі ағзада С дәруменін толықтыру болып табылады. Бір қара сызық. Көбінесе асқазан жүйесінің жарақатынан немесе дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты тырнақта пайда болады. Ал кейбір адамдар үшін бұл табиғи тірі пигментациясының ерекшелігі. Егер дұрыс тамақтанып, еш жерден соққы алмай, тырнақта қара сызықтың пайда болғанын байқасаңыз, дәрігерге қаралған дұрыс. Себебі бұл қатерлі ісіктің белгісі болуы мүмкін. Қасық тәрізді тырнақ. Бұл кайлонихия, яғни тырнақтың ортасы бүгіліп, шеттері жоғары жаққа қарай деформацияланады. Түс пен тегістік сақталады, бірақ ол ұсқынсыз көрінеді. Кайлонихияны анықтаудың ең оңай жолы тырнаққа су құю. Су бірден ағып кетсе жақсы, ал егер тамшы тырнақ ойығына тұрып қалса, бұл туралы ойлану керек.
Көбінесе мұндай жағдай организмде темірдің болмауынан және эндокриндік бұзылыстардың салдарынан болады. Кейде жарақат химиялық заттармен байланыстан өзгереді. Бұған қоса геннен берілуі мүмкін, яғни тұқым қуалайды. Атызға ұқсас тік сызықтар болуы. Мұндай сызықтарда жарақат алудан, мәселен маникюр жасау кезінде, сонымен қатар В12 мырыш пен магний жетіспеуінен пайда болады. Ал жасы 50-ден асқан адамдарда мұндай құбылыстар кездесуі қалыпты жағдай. Қартайған сайын тырнақта мүкістенуі табиғи құбылыс. Аппақ тырнақ. Егер тырнақ аяқ астынан ағара бастаса, бұл гепатит не өзге де бүйрекпен байланысты аурулардың басталғанын аңғартады. Нүктелік шұңқырлар. Тырнақтың пішіні мен түсі бұл кезде әдеттегідей көрінеді. Бірақ мұқият қарап шықсаңыз, тырнақтың тегіс емес екенін және шұңқырларды аңғарасыз. Дәрігерлер мұндай ауруды псориаза белгісі деп атайды және ағзада В6 дәруменінің жетіспеушілігі болып табылады. Кей жағдайда артриттің басталуын көрсетеді. Тырнағыңызда мұндай өзгеріс байқалған жағдайда бірден дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Бірінші кезекте сіз терапевтке немесе дерматологқа жазылып анализ тапсыруыңыз қажет. Бұл псориаздың бір белгісі болуы мүмкін, немесе асқазан ішек жолдарының қабынуынан не қалқанша бездің дұрыс жұмыс істемеуінен болады. Тырнақтағы ойықтар. Бұл бо деп аталатын сызықтар. Алғашқы миллиметрге дейінгі көлденең сызық түріндегі тырнақтың пластинасын алғаш рет француз әскери хирургы Жозеф Хонре Саймон Бо анықтады. Бо сызықтары тырнақ табақшасының зақымдалуына байланысты пайда болады. Дұрыс тамақтанбаған кезде тырнақтың химиялық құрамы мен оның пластина деформалары өзгереді. Көбінесе бұл сызық аш жүруге итермелейтін диетаға байланысты болады. Сонымен бірге бұл жарақаттар механикалық болуы мүмкін, немесе күшті препараттар мен химиотерапияға байланысты болады. Кейде бо жерлері жүрек тамыр және басқа инфекциялық аурулармен ауырған жағдайда пайда болуы мүмкін. Тырнақтың мыжыраюы. Медицинада бұл анихализис, яғни тырнақ қабатының бұзылуы. Бұл жағдайда сіз тырнақтың түсінің өзгергенін байқайсыз. 60% жағдайда бұл жарақат. Сондықтан тырнақтың химиялық құрамы мен икемділігі өзгереді. 30% саңырауқұлақ ауруына және аллергиялық реакцияларға жатады. Анихализдің қалған 10% жүйке жүйенің бұзылуына әкелетін ауруға байланысты. Тырнақ саңырауқұлақтары. Тырнақ саңырауқұлағы бұл тырнақтың немесе тырнақтың ұшының астындағы ақ немесе сары дақтан басталатын кең таралған ауру. Саңырауқұлақ инфекциясы тереңдеген сайын, тырнақ саңырауқұлақтары сіздің тырнағыңыздың түсінің өзгеруіне, қалыңдауы және шетінде ыдырауы мүмкін. Бұл бірнеше тырнаққа әсер етуі мүмкін. Аяқ тырнақтарының саңырауқұлақ инфекциясы аяқтың саңырауқұлақтарынан басталуы мүмкін және ол бір тырнақтан екінші тырнаққа таралуы мүмкін. Бірақ басқа біреудің инфекциясын жұқтыру сирек кездеседі. Тырнақтың әдемілігін қалай сақтау керек? Дұрыс тамақтану, ұйқының қалыпты болуы, спортпен айналысу. Химиялық заттармен жұмыс істегенде қолғап киіңіз. Витаминдер алыңыз. Қол мен тырнақтарды нәрлендіретін креммен тұрақты түрде жағыңыз. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналда денсаулыққа пайдалы видеоларды, жеміс жидектердің денсаулыққа пайдасы мен зиянын көре аласыз.